Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздің айналаңыз айтып бітіре алмайтын қызыққа толы. Бірақ адам күнделікті күйбең тіршілікпен оның ешбірін байқамайды. Егер қызықты фактілерді естігіңіз келсе, видеомызды соңына дейін көріңіз және арнамызға тіркеліп, лайкты аямай басып кетіңіз. Біздің келесі видеомызды өткізіп алмаш үшін астына қоңыраушаны басып кетіңіз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бірінші факт. Егер сіз Антарктида азаматтығын алсаңыз, 100 мемлекетке еркін бара аласыз. Оның ішінде Австралия, ақш, Канада бар. Екінші факт. Альберт Эйнштейннің президент болуға үлкен мүмкіндігі болған екен. 1952 жылы оған Израиль мемлекетінің екінші президенті болуға ұсыныс жасаған. Бірақ ол бұл ұсынысынан бас тартқан екен. Егер сіз Эйнштейннің орнында болсаңыз, қалай шешім қабылдар едіңіз? Комментарийге жазып кетіңіз. Үшінші факт. Егер екінші дүниежүзілік соғыста қаза болған әрбір адам үшін 1 минут үнсіздік жарияланса, әлем шамамен 50 жыл үнсіздікте болар еді. Енді ойланып қараңызшы. Бұл соғыста қаншама адам қаза тапқан. Төртінші факт. Адамдардың 40% үй жануарларын көшеден тауып асырап алады. Ал сіз өз үй жануарларыңызды қайдан тауып асырап алдыңыз? Және ол қандай жануар? Бұны да комментарийге жазып қалдырып кетіңіз. Алтыншы факт. Комбайн 9 секундта 70 бөлкенін жасауға жететін бидай жинай алады. Жетінші факт. Әлемдегі барлық пандалар Қытайға тиесілі. Кез келген зоопарк әр панда үшін Қытайға $1 миллион төлейді. Осы орайда 8-ші факты де айта кетейін. Пандалар дүниеге келгенде салмағы небәрі 100 грамм болып туылады. 9-ші факт. 8 аяқтың 3 жүрегі бар, және ол 340 градусқа басын бұрмай-ақ көре алады. 10-ші факт. Географиялық оңтүстік полюс нүктесінде 24 сағаттық белдеу қиылысады. Яғни бұл дегеніміз, сіз бүгіннен ертеңге немесе кешеге ауыса аласыз, және бұл жер бетіндегі жалғыз нүкте. 11-ші факт. Орташа есеппен алғанда әр 3 минут сайын адамдардың НЛО көргені туралы хабар келеді. Ал сіз НЛО-ға сенесіз бе? Сонымен, достар, біздің видеомыз аяғына жетті. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.